Баршаңызға сәлем. Бүгін асқабақ қосылған манты дайындаймыз. Алдымен асқабақ, пияз және қойдың майын 4 бұрыш етіп турап аламыз. Асқабақтың дәмділігін арттыру үшін 1 шай қасық шекер қосып жіберсеңіздер болады. Сосын пияз бен майды саламыз. Дәміне қарай тұз, қара және қызыл бұрыш қосамыз. Күнбағыс майын қосып жақсылап араластырамыз. Енді жылы суға тұз салып, ұн қосып қамыр елейміз. Бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Сосын барынша жұқа етіп жаямыз. Видеода көрсеткенімдей қабаттап алып, кесіп шығамыз. Әрқайсысына біраз қасықтан салмасын салып, мантымызды түйеміз. Листті күнбағыс маймен майлап алып, мантыларды орналастырамыз. Бетіне де күнбағыс майын жағамыз. Мантоваркада 45 минутта пісіріп аламыз. Мантыларымыз дайын. Маған осындай асқабақ қосылған түрі ерекше ұнайды. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліңіздер және видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.